департаментінде кеңесін ашып бере алмаймын. Екінші сұрақ жүйе құрамы арасындағы тәртіп пен заңдылықтың жай-күйі туралы. Кешенді жоспары аясында тиісті іс-шаралар жүргізіп, естіртпеге тосқауыл қойылсын. Зорлық-зомбылық, одан кейін мал ұрлықтары, жол көлік оқиғалары содан сұралды. Қорғау нұсқамасының нәтижесі болу керек. Түсінікті ме? Сұрауыңыз уже было? Президент айтқандай, какая полиция, такое государство. Яғни мемлекеттік бағасы полициясының мөлшері. Қарап отырыңдар.